Шындықты көп айтқан адам ақыр соңында өзімен өзі сөйлесіп қалады. Неге дейсіз бе? Өйткені адамға шындық ұнамайды. Шындық жай сөз емес, ол олардың үйреніп қалған жалған жайлы аймағын бұзады. Ал жайлы аймақ бұзылса, адам ашуланады. Сен қалай бар солай айтасың, сені қатыгез дейді. Кемшілігін көрсетсең, сені көргенде улы жәндікті көргендей жиренеді. Таза шынайы болсаң, теріс айналады. Себебі шынайылық жалғанмен өмір сүріп үйренген жанға қауіпті көрінеді. Оларға ашы шындықтан тәтті, өтірік қымбат, екіжүзділік ыңғайлы, жалған күлкі жылырақ сезіледі. Егер сен шындықты айта берсең, сенен адамдар біртіндеп кете бастайды. Неге? Өйткені сен айнасың. Айнаға қараған адам өзінің шынайы бейнесін көреді, ал ол бейне бәріне оңай бермейді. Сол үшін сен жалғыз қаласың, бірақ жалғыздық әрдайым әлсіздік емес, жалған